Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы статистикалық деректер және олардың сипаттамалары. Мода, медиана, арифметикалық орта, құлаш. Сабағымыздың мақсаты бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білу. Статистикалық санды сипаттамаларды есептеу. Бағалау критерийі. Сандардың арифметикалық ортасын, өзгеру құлашын, медианысын, модасын анықтайды. Деректерді есептер шығаруда қолданады. Статистика дегеніміз мақсаты әртүрлі қоғамдық құбылыстарға жататын мәліметтерді жинақтау, реттеу, талдау және салыстыру болып табылатын қоғамдық ғылым. Статистика көптеген салаларда қолданылады. Атап айтар болсақ, мемлекеттік кейбір мәліметтерді талдауда, медицинада, әртүрлі өндіріс орындарында, сондай-ақ мектептерде де статистика элементтері қолданылады. Математикалық статистика дегеніміз статистикалық деректерді өңдеу және талдау әдістерін зерттейтін математиканың саласы. Балмұздақ сатушы балмұздақ тұтыну мөлшерінің температураға қаншалықты тәуелді екенін білгісі келді. Ол Балдырған журналынан қызықты бір мақаланы оқыды. Мақалада 1951 жылдың 18 наурызынан 1953 жылдың 11 шілдесіне дейінгі 4 апта аралығында балмұздақтың тұтыну мөлшеріне байланысты жүргізілген зерттеу деректері келтірілген. Зерттеу мақсаты балмұздақты тұтыну мөлшерінің неге тәуелді екенін, бағасына, табысқа, температураға байланыстылығын анықтау болған. Статистикалық зерттеу температура 10 градус Цельсий көтерілсе, балмұздақ тұтыну мөлшерінің шамамен жан басына шаққанда 25 мл артатынын көрсетеді. Балмұздақты тұтыну туралы мәліметтер зерттеушілер жинаған ақпараттардан алынған. Видеодан көргендеріңіздей қызықты мақала жазу үшін кейбір статистикалық сипаттамаларды білуіміз қажет екен. Солардың алғашқысы арифметикалық орта. Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Ал өзгеру құлашы дегеніміз берілген сандар қатарындағы ең үлкен сан менен ең кіші сандардың айырмасы. Төменде формуласы көрсетілген. Енді мысал қарастырайық. Бізде барлығы 20 алма екі жағдайда 4 себетке бөліп орналастырылған. Бірінші жағдайда әрбір себетке 5, 5, 4, 6 алмадан келетіндей етіп орналастырылған. Ал екінші жағдайда әрбір себетке 4, 3, 4, 9 алмадан келетіндей етіп орналастырылған. Осы екі жағдайдағы алмалардың санының арифметикалық ортасын табайық. Ол үшін анықтамада айтқанымыздай, әрбір себеттегі алмалардың санын қосып, барлығы бізде 4 себет болғандықтан 4-ке бөлеміз. Сонда бірінші жағдайдағы алмалардың арифметикалық ортасы 5-ке тең. Ал екінші жағдайда да олар 5-ке тең. Себебі бізде барлық алмалардың саны мен себеттердің саны бірдей. Енді алмалардың өзгеріс құлашын анықтайық. Ол үшін анықтамада айтылғандай, себеттерге салынған ең көп алмалардың санынан ең аз алмалардың санын азайтамыз. Бізде бірінші жағдайда ең көп алмалардың саны 6-ға тең, ең азы 4-ке тең. Ендеше өзгеріс құлашын анықтау үшін 6-тан 4-ті азайтамыз 2-ге тең. Ал екінші жағдайда ең аз мәні 3-ке тең, ең көп мәні 9-ға тең, 9-дан 3-ті азайтамыз, өзгеріс құлашы 6-ға тең. Келесі статистикалық сипаттама мода. Берілген сандар қатарындағы жиілігі ең көп сан сол сандардың модасы болады. Мысалы, спорт жарысында команда мүшелері 13, 13, 12, 13, 10, 13, 12, 10 ұпайларын алды. Осы ұпайлардың модасын табыңдар. Берілген ұпайлардың модасын табу үшін ең жиі кездесетін ұпайды анықтаймыз. Бізде 13 ұпайы басқаларға қарағанда жиі кездеседі. Ендеше берілген ұпайлардың ішіндегі 13 осы ұпайлардың модасы болып табылады. Көшедегі адамдардың киімінің белгілі бір түрін жиі кездестіруге болады. Киімнің сол түрі сол кезеңге сәйкес киімнің модасы болады. Мысалға, мына суретте берілген киімдердің ішінде ең көп кездесетін қызыл түсті киімдер. Ендеше қызыл түс мода болып табылады. Медиана. Медиана шамалардың орташа мәнін сипаттайтын статистикалық шама.
Медиананы табу үшін берілген сан қатарындағы сандардың тақжыптығына байланысты екі түрлі жағдайды қарастырамыз. Бірінші, берілген сандарды өсу немесе кему ретімен жазу керек. Егер сандардың саны тақ болса, дәл ортасындағы сан медиана болады. Ал екінші жағдайда, егер сандардың саны жұп болса, дәл ортадағы екі санның арифметикалық ортасы медиана болады. Мысалдар қарастырайық. Бірінші жағдайға жоғарыда келтірілген мысалдағы ұпайлардың медианысын тауып көрелік. Ол үшін берілген ұпайларды өсу ретімен орналастырамыз. Бізде барлық ұпайлардың саны жұп сан болғандықтан, ортасындағы екі элементті анықтап, олардың арифметикалық ортасын табамыз. Бізде медианысы 12,5-ке тең. Келесі екінші жағдайға мына сан қатарының медианысын тауып көрелік. Тағы да өсу ретімен орналастырамыз. Бізде берілген сандардың саны тақ болғандықтан, ортасындағы 5,1 саны берілген сан қатарының медианысы болып табылады. Енді тапсырмалар қарастырайық. Бірінші тапсырма. 6 сатушы қызанақтар сатады және 1 килограмм үшін бағалары 63, 59, 64, 65, 64, 63 теңге. Төмендегі сұрақтарға жауап беру керек. Қызанақтардың 1 килограммның орташа бағасы қандай? Қызанақтардың кеңінен тараған бағасы. Бағалардың қақ ортасындағы бағасы қандай? Қызанақтардың ең қымбат және ең арзан бағалардың арасындағы айырмашылығы неге тең? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін жоғарыда өткен статистикалық деректерді және берілген дескрипторды пайдалана отырып жауап беретін боламыз. Есепті шығару үшін берілген бағаларды өсу ретімен орналастырып алалық. Ең бірінші, қызанақтардың орташа бағасын табу үшін арифметикалық ортасын табамыз. Яғни бізге берілген барлық бағаларды қосып 6-ға бөлеміз, сонда бізде арифметикалық ортасы 63-ке тең болды. Келесі, қызанақтардың кеңінен тараған бағасын табу үшін бағалардың ішіндегі ең көп тараған бағаны табамыз, яғни модысын анықтайтын боламыз. Бізде 63 және 64 сандары ең көп кездеседі. Ендеше бұл сан қатарының кеңінен тараған екі бағасы бар. Олар 63 және 64. Келесі, бағалардың қақ ортасындағы бағаны табу үшін медиананы табамыз. Бізде барлық сан жұп болғандықтан, дәл ортасындағы екі сан 63 пен 64-тің арифметикалық ортасын табамыз. Бізде 63,5-ке тең болады. Келесі, қызанақтардың ең қымбат және ең арзан бағалардың арасындағы айырмашылығын табу үшін өзгеріс ауқымын анықтаймыз. Ең қымбат бағасы 64-ке, ең аз бағасы 59-ға тең. Ендеше өзгеріс ауқымы 5-ке тең. Тапсырма. Мариям апта бойы сағат 12:00-де даланың температурасын тексеріп жазып алды. Алайда, сәрсенбі күнінің температурасы жазылған дерек белгісіз бір себеппен өшіп қалыпты. Егер Мариям аптадағы температураның арифметикалық ортасы 19 градус екенін білсе, апта температурасының модасын, өзгеріс құлашын, медианысын табыңыз. Төменде берілген дескрипторлар бойынша есепті шығарып көрелік. Берілген сұрақтарға жауап беру үшін ең бірінші сәрсенбі күнінің температурасын анықтап алуымыз керек. Ол үшін арифметикалық ортасы болатын 19 градусты барлық температура саны 7-ге көбейтеміз. 133 градусқа тең. Бұл бізде барлық температураның қосындысы. Енді белгісіз температураны табу үшін барлық температураның қосындысынан 6 температураның қосындысын азайтамыз. 21 градусқа тең. Бұл бізде сәрсенбі күнінің температурасы. Енді сұрақтарға жауап бере аламыз. Есептеуге ыңғайлы болу үшін берілген температураларды өсу ретімен орналастырып алалық. Температуралардың ішінде 21 градус бізде ең жиі кездеседі. Ендеше апта температурасының модысы 21 градусқа тең. Өзгеріс құлашын анықтау үшін ең үлкен сан мен ең кіші санды анықтайық. Ең үлкен температура 22 градусқа тең. Ең кіші температура 14 градусқа тең. 22 градустан 14 градусты азайтамыз. Өзгеріс құлашы 8 градусқа тең. Медианысын анықтау үшін дәл ортасындағы элементті табайық. Бізде 20 градус дәл ортасында орналасқан. Сондықтан апта температурасының медианысы 20 градусқа тең. Келесі тапсырмада балалар көп нүктенің орнына тиісті статистикалық сипаттаманың атын жазып көрелік. Алғашқы сұрақта берілген сандар қатары қосылып 5-ке бөлініп тұр. Бұл сандардың қандай сипаттамасы?
Дұрыс айтасыздар. 18 саны берілген қатардың арифметикалық ортасы. Келесі сұрақ. Сан қатары берілген, ондағы 2,15 саны қандай сипаттамаға жатады? Дұрыс айтасыздар. Модысы, себебі 2,15 саны берілген сан қатарының ішінде ең жиі кездесетін сан. Келесі сұрақ. Берілген сан қатарының ішіндегі 4 саны қандай сипаттамаға тән? Дұрыс айтасыздар. Өзгеру құлашы, себебі ең көп сан 43-тен аз 39-да азайтқанда 4-ке тең. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымыздан бекіту тапсырмасы ретінде миллион кімге бұйырады ойынын ойнап көрелік. Бірнеше санның қосындысының мәнін, олардың санына бөлгенде бөліндінің мәні не деп аталады? Дұрыс айтасыздар. Арифметикалық орта деп аталады. Берілгендер қатарының ең үлкен және ең кіші мәндерінің айырымы ол? Дұрыс жауабы өзгеру құлашы. Берілгендер қатарында жиі қайталанатын сан немесе шама ол? Дұрыс жауабы мода деп аталады. Сандардың өзгеріс құлашын табыңыз. Дұрыс жауабы 15,3-ке тең. Сандардың модысын табыңыз. Ең жиі кездесетін сан ол 90,9-ға тең. Сандар қатарының медианысын табыңыз. Өсу ретімен орналастырсақ, 7 саны дәл ортасына келеді. Жарайсыңдар оқушылар. Миллионға жеттіңіздер ме? Жетпесеңіздер қанша ұпай жинадыңыздар? Өз-өздеріңізді бағалап жіберіңіздер. Оқушылар, бүгінгі сабақтан сандардың арифметикалық ортасын, өзгеру құлашын, медианысын, модасын анықтауды үйрендік, және де осы деректерді есептер шығару барысында қолдандық. Келесі тапсырмаларда берілген дескрипторды пайдалана отырып, өз беттеріңізбен орындап көріңіздер. Сонымен қатар тақырып жөнінде қосымша дереккөздер мен материалдарды ұсынамын. Ал бүгінгі сабақ бойынша өз ойларыңызды қорытындылап, шығу парағы әдісі арқылы төменде берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына өз нұсқаларыңызды жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.